Мен Минас Ерланұлы 2000 жылдың қыркүйек айының 9 жұлдызында дүниеге келдім. Ақмола облысы Ерейментау ауданы Өлеңті ауылының номері 1 негізгі орта мектебінде 9 жыл білім алдым. 2016 жылы жас түлек атандым. Көкшетау қаласында орналасқан Жанайдар Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжіне оқуға түстім. 4 жыл үздіксіз білім алып, информатика пәні мұғалімі мамандығын алып шықтым. Адамның жарқ еткен жарқын сәттерінің бәрі естелік атты ескі бейне таспада сақталады. Ескіріп ес білгелі, менің өмірім мектеппен тығыз байланысты. Мұғалім боп қызмет істеу біздің отбасымыздағы адамдардың бәріне бұйырған бақыт. Осы бақыт мені де 2021 жылы Көкшетау қаласы Красный Яр ауылының номер 3 көпсалалы мектеп гимназиясында информатика пәні мұғалімі қылып алып келді. Өз уақытын аямайтын, өзгенің уақытын аялайтын мұғалім болып жүргенме 1,5 жыл уақыт өтіпті. Мен шығармашыл идеясы өзгеден ерекше, үлкеннен үйреніп, жаңалықты тез қабылдайтын жаңашыл ұстаз жас маманмын. Шәкіртті жылы қабылдап, ұстаздармен білім алмасып, бірі кеңес беріп, бірі үлгі алатын жас буынмын. Мектеп ұжымымен бірден етене араласып кеттім. Әріптестеріме АКТ-дан және компьютерді тиімді қолдану бойынша көмектестім. Мектеп-ішілік семинар өткіздім. Бет кеңесте өзімнің АКТ әдіс тәсілдерімен бөлістім. Мектептегі аз ғана уақыт ішінде белсенді жұмыс жасағаным үшін мектеп директорынан алғыс хат алдым. Қазіргі кезде әлеуметтік желілерді белсенді қолданудамын. TikTok әлеуметтік желісінде өткен Қазақстан мұғалімдері конкурсының қатысушысымын. Сабақта жаңа цифрлық технологияларды қолданып, тиімді өткізу бойынша түсірген видеоролигім 1,900,000 қаралым жинаған болатын. Осы видеороликті көрген әріптестерім кері байланыс жасап, бөлісуімді сұрады. Қазіргі уақытта барынша ұстаздармен кері байланыс жасап, қолымнан келгенше көмектесіп жатырмын. Ұстаздардың сұранысы бойынша цифрлық технологиялар курсын аштым. Қазіргі таңда еліміздің түпкір-түпкірінен әріптестеріміз курстан өтуде. TikTok әлеуметтік желісінде 60,000, Instagram 22,000 тұрақты оқырмандарым бар. TikTok түсіру арқылы көзге түсіп, Жібек жолы телеарнасында сұхбат беруге шақыру алған болатынмын. Осы арқылы оқушылармен бір деңгейде оларды түсініп, қолдап отырамын. Мұғалім мен оқушы арасында шектеу болмауы керек деп ойлаймын. Қазіргі білім беру саласында барынша жаңартылған заман талабына сай платформаларды қолданып, оқушылардың қызығушылығын оята алатындай педагог болу қажет деп ойлаймын. Оқушылар тақтаға кім шығады, соны анықтаймыз. Қане бәріміз тақтаға қараймыз. Жеті, қане. Бірінші бізде Адия шығады, келесі екінші кім шығады анықтаймыз. Қандай сан бауы? 4. Диас, екінші. Оқушылар, бүгін сендермен Плекерс бағдарламасында жұмыс жасаймыз. Тақтаға назар аударсаңдар, бізде сұрақтар берілген. Бірінші сұрақ: неге компьютердің үстіне кітап, дәптер және тағы басқа заттар қоюға болмайды дейді. Осы сұраққа қазір алдарында тұрған QR код бар ғой, сонымен жауап бересіңдер, жақсы ма? Қане, қайсы дұрыс көрсетеміз? Оқушылар, сұрақтарға жауап береміз. Қане, бастаймыз. Бізде қазір педагогтер, олар баяғыдағындай сыныпқа келіп, жай ғана ақпаратты сіздерге айтып берсе, біздің қазіргі жастарымыз оны қабылдамайды. Оны тіпті қабылдамайды. Өйткені қазіргі уақытта біздің педагогтеріміз TikTok-пен бәсекеге түсуде. Олар Instagram-мен, Netflix-пен бәсекеге түсуге. Солай ғой. Сондықтан жай берген ақпаратты біздің мұғалімдер, біздің балалар, оқушылар қабылдамайды. मुश्किल
Қазіргі білім беру саласында барынша жаңартылған заман талабына сай платформаларды қолданып, оқушылардың қызығушылығын оята алатындай педагог болу қажет деп санаймын.